Қазақстан тәуелсіздік алған кезде ең маңызды сұрақ туды: өз валютамыз қашан болады? Ақша мемлекеттің еркіндігі мен абыройы. Бірақ сол кезде елімізде банкнота жасайтын бірде-бір зауыт жоқ еді. Бұл жаңа мемлекет үшін үлкен сынақ болды. Сондықтан алғашқы теңгелер Ұлыбританияда басылды. Ең мықты мамандар Қазақстанның жаңа ақшасын дайындады. Теңгенің дизайнын қазақ суретшілері жасады. Онда тарихымыз, тұлғаларымыз және ұлттық өрнегіміз бейнеленді. 1993 жылы алғашқы теңгелер елге жеткізілді. Қазір теңге өз елімізде басылады. Бұл біздің тәуелсіздік символымыз. Қазақстан теңгесі әлемдегі ең қорғалған валюталардың бірі. Бүгінде телефон арқылы төлем жасап, цифрлық теңгені қолданамыз. Теңге тәуелсіздігіміздің, ұлттық мақтанышымыздың белгісі. Қай тарихи тақырып қызықтырады? Комментке жазып қалдыр.